Сәлем достар, баршаңызға. Бүгін біз сіздермен печень в оболочке немесе іш майға оралған бауыр пісіретін боламыз. Ең алдымен бауырлардың барлығын 4 бұрышты әрі ұзыншақты етіп тураймыз. Туралған бауырлардың барлығын бір ыдысқа салып, үстінен бір чесногымызды ұсақтап турап қосатын боламыз. Оның үстінен қара бұрыш, қызыл бұрыш және тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Бауырымызға тұз сіңгенше іш майымызды дайындай беретін боламыз. Менің қолданғаным қойдың бауыры және іш майда қойдікі. Алдымен іш майымызды алып, видеода көрсетілгендей 4 бұрышты бөлшектерге бөліп аламыз. Іш майларыңыздың көлемі бауырларыңыз оралатындай болуы қажет. Достар, егер де сіздер маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліңіздер. Видеоны ұнап жатса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлығын дәл осылай видеода көрсетілгендей дайындап аламыз. Енді көріп тұрғандарыңыздай, іш майдың бір бөлшегін алып, тақтайымызға жаямыз, оның үстінен бауырды салып, әдемілеп жақсылап ораймыз. Дәл осылай барлығын дайындап алуымыз керек. Осы жерде сіздер құйрық май қосып орап жіберсеңіздер, құда күткенде құйрық бауыр ретінде ұсынсаңыздар, өте ерекше болады. Ал енді дайындап алған бауырларымыздың барлығын ағаш шпажкаға өткіземіз, шашлык сияқты, және де духовканың дәл осындай решеткасына қоямыз. Менде решетканың арасы тым ашық болғандықтан арасына темір шпажка қойдым. Осы решеткамызды енді духовкаға орналастырамыз және астынан 4 бұрыш противень қойды ұмытпаңыздар. Өйткені майымыз шыжғырылғанда артық майы сол противеньге ағатын болады. Мінекей видеодан да анық көруге болады қалай орналасқандарын. Мінекей біздің тағамымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде ыстықтай жеңіздер. Суып қалған болса, духовкада қайтадан ысытуға болады. Назарларыңызға рахмет, ас болсын.